Ақын, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының нақыл сөздері. 20 ғасырдағы қазақ зиялыларының көш басында тұрған қайраткерлердің бірі Ахмет Байтұрсынұлы. Қазақ тіл ғылымының ағартушылық саласының бастауында тұрған ғалым. Көп еңбектенген, артында мол мұра қалдырған тұлғаның айтары мол. Жаман іс әркімнің қолынан келеді, жақсы істің қолдан келуі қиын. Адамға тіл, құлақ, қол қандай керек болса, бастауыш мектепте үйренетін білімдер де сондай керек. Осы заманда хат білмеген адамның күйі, тіл я құлағы, я қолы жоқ адамның күйімен бірдей. Мұнан бұлай хат білудің керектігі онан да аспақшы. Газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды исламды жұрты ұрып-соқты, тілімен балағаттады. Ол бәріне шыдады, жеңді, шыдам мен сабыр ең күшті қару. Дегендер мен жақсымын толып жатыр, жақсылығы өзінен артылмаған, бәрінен тыныш ұйықтап жатқандар көп, ұмтылып талап ойлап талпынбаған. Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса. Балаларға көп үйретем деп, асығып шала-шарпы үйретуден, аз да болса анықтап нық үйрету абзал. Бала бастауыш мектепте бар пәнді тек ана тілінде ғана оқуы керек. Білім бір құрал, білімі көп адам құралы сай ұстасы қылды, не істесе де келістіріп істейді. Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы болуы керек. Теңеу, ереуіл сөз. Жастардың оқу тәрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі түзелмейді. Қандай сәулетті сарайлар болсын, қандай сымбатты я кескінді суреттер болсын, қандай әдемі ән күй болсын, сөзбен сөйлеп суреттеп көрсетуге, таныстыруға болады. Бұл өзге өнердің қолынан келмейді. Сөз көңілге сипат жағының көркемдігімен, мағына жағының күштілігімен жағады. Біз әуелі елді түзетуді, бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Жақсы әліпби тілге шақ болу керек. Өлшенбей тігілген о жер, бұ жер бойға жуыспай, қолбырап, солбырап тұрған кең киім сияқты артық әріптері көп әліпбиде қолайсыз. Бойыңды қысып, тәніңді құрыстырып, тырыстырып тұрған тар киім сияқты әрпі кем әліпби қолайсыз болады. Тіл білімі ереже жаттату түрде үйретілмей, сөздің тұлға, мағына, қисын жағын тану түрде үйрету керек. Сөздің тұлға, мағына жағын тануға керегі жоқ нәрселер тіл білімінің сабағына кірмеске тиіс. Қазақ әлдеқашан тілінде қандай дыбыстар бар екенін айырған, әр дыбысқа белгілеп таңба арнаған. Оқуымызға онымыз жақсы, жазуымызға тағы жақсы. Үйрету жағынан орыстікінен, немістікінен, француздікінен, ағылшындікінен оңай, оңтайлы. Әліпби деген тілдің негізгі дыбыстарына арналған таңбалардың жұмағы. Неғұрлым тіл дыбыстарына мол жетсе, арнаған дыбысқа дәл келсе, оқуға, жазуға жеңіл болса, үйретуге оңай болса, заманындағы өнер құралдарына орнатуға қолайлы болса, соғұрлым әліпби жақсы болмақшы. 20 ғасырға шейін түріктің тілін аздырмай, асыл қалпында алып келген тіл турасындағы абырой мен алғыс қазаққа тиісті. Сырттан бірен-саран жат сөздер келсе, оны шаншып кеміріп, өз тілінің қалпына түсіріп алған қазақ. Жат жұрттың шалығы тимесе, кәсіби ғұрпы өзгерілмесе, жалғыз тіл өзгерілді деп айтуға тіпті жол жоқ. Қазақтың тілі өзгерген тіл деп айтуға жол жоқ болса, емлесін де қисық деп айтуға жол жоқ. Қазақта тілінің табиғатына хилаф келетін емле жоқ. Еділден бастап ертіске дейін, Оралдан бастап ауғанға шейін қазақта тіл де бір, емле де бір. Тілдің міндеті ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, көңілдің түйін түйгенінше айтуға жарау. Халық өмірі 1 жылдап, 10 жылдап, хәтта 100 жылдап та емес, 1000 жылдап саналады. Сондай ұзақ өмірінің ішінде һәр халықтың дағдылы тұтынып келе жатқан сөздері, ол сөздерінің біріне бірі жалғасып түзілетін дағдылы жолы, жүйесі, қисыны болады. Һәр жұрттың түрінде, тұтынған жолында, мінезінде қандай басқалық болса, тілінде һәм сондай басқалық болады.
Сөйлегенде сөздің жүйесін, қисынын келтіріп сөйлеу қандай керек болса, жазғанда да сөздің кестесін келтіріп жазу сондай керек. Тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Орысша оқығандар орыс сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген, ноғайша оқығандар ноғай сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген. Қазақ сөздерін алып, орыс я ноғай жүйесімен тізсе, әрине ол нағыз қазақша болып шықпайды. Сондай кемшілік болмас үшін әр жұрт баласын әуелінде өз тілінде оқытып, өз тілінде жазу, сызу үйретіп, өз тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, балалар әбден дағдыланғаннан кейін басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз бұзылмай сақталуын тілесек, өзгелерше әуелі ана тілімізбен оқытып, сонан соң басқаша оқытуға тиіспіз. Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағанда тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлау керек. Оқу құралының ең ұлығы бала оқытатұғын кітап. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Өзгелер бас қосуымызға сенімсіз көзбен қарайтын болса, оларға көмекші өзімізден табылар. Ағашты кесетін балта, балтаның сабы ағаш. Соның мысалы басқа нәрселерде де бар. Адал кәсіппен күн көре алмайтын, я арам жемесе, басы ауыратын иттер қай жерде де болса табылады. Айтпағанды айтты деп, етпегенді етті деп оттайтын хайуандар әсіресе біздің қазақта көп. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарғасқаны атқаны, маған қиын осылардың бәрінен өз аулыңның иттері үріп қапқаны. Мен өлсемде өлемін жөнімменен, тәннен басқа нендалар өлімменен, өлген күні апарып тығары гөр, мен жоқ болам көміліп тәнімменен. Тән көмілер көмілмес еткен ісім, ойлайтындар мен емес бір күнгісін, жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, ел бүгіншіл менікі ертең үшін. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. Адамға тіл құлақ қандай керек болса, білім де сондай керек. Сауатты адам жазғанда қол дағдысымен жазады. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек, осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Құлақ екеу, ауыз біреу, ол не үшін бұлай? Көп тыңдап, аз сөйлеуге жаратқан оны Құдай. Ауыз біреу, көз екеу, ол не үшін бұлай? Көп көріп, аз таңдануға жаратқан оны солай. Ауыз біреу, қол екеу, ол не үшін бұлай? Көп жұмысшы, аз жеуші, жаратқаны ол солай. Әдебиетті ешкім мақтаныш үшін жазбайды. Ол мінезден туады, ұлтының қажетін өтейді сөйтіп. Бай болу үшін кәсіп керек. Отан өткенімізді танып, бағалай білу, ең әуелі өзімізді қадірлей білу. Шежіре, заманхат, өмірбаян, мінездеме бәрі де тарихтың жем есебіндегі нәрселер. Біреу жұмыс қылайын десем, тұрған жерім жаман дейді, біреу маңайымдағы елім жаман дейді, бұлардың бәрі де бос сөз. Талап жоқ, үміт мол бір халық біз. Өткенді қуғанды қойып, осы күйіңді жөндеуге жөн іздеу керек. Кейбір істерді істеу керек бола тұра, істеуге болмайды. Алушы да, беруші де өзіне жағымды жағын іздейді. Әркім өзі жақсы білетін нәрсесін сынауы керек. Күнелту үшін ас керек, ас істеуге күш керек, күшті жұмсауға ес керек. Мойындағы борышты білу білімнің ісі, борышты төлеу адамшылық ісі. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң ең әуелі мектепке керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Баланы ұлша тәрбиелесең ұл, құлша тәрбиелесең құл болмақшы. Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шықсын? Мақал тәжірибеден шыққан ақиқат түрінде айтылатын сөз. Біздің заманымыз өткен заманның баласы, келер заманның атасы. Жер мәселесі қазақтың тірі я өлі болуының мәселесі.
Көркем сөз көңіл тілі, жалаң сөз зейін тілі. Елде жоқ рух ақын сөзіне қайдан келсін? Сөздің ең ұлысы тарих. Замана сипаты білімі көптер жұрт билемей, малы көптер жұрт билер заман. Адамға ең қымбат нәрсе жұрт қамы, жұрт ісі. Мұғалімі қандай болса, мектебі де сондай болмақ. Той деп шашылды, ас деп шашылды, ар, білім деп дәулет шашарға қай қазақтың қайраты жетеді. Тілдің ғұмыры ұзақ, оның жолы жылдап емес, 100 жылдап емес, 1000 жылдап саналады. Жұртқа керегін білетіндер көп, істейтіндер аз. Білушілеріміз білгенімен қоймай істеуге кіріссе екен. Білушілеріміз істеуші болса, оларды көріп, өзгелер де істер еді. Сөйтіп, көсемдер көбейсе, ерушілер де көбейер еді. Шабыттанып істемеген іс оңды да болмайды. Адамның өзінде кәмілдік болмаған соң, ісінде де кәмілдік жоқ. Ұлттық езгі ұлттық сезім туғызбай тұра алмайды. Ақыл ісі аңдау, яғни нәрселердің жайын ұғу, тану, ақылға салып ойлау. Қиял ісі меңзеу, яғни ойдағы нәрселерді белгілі нәрселердің тұрпатына, бернесіне ұқсату, бернелеу, суреттеп ойлау. Көңіл ісі түйу, талғау. Тілдің міндеті ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, көңілдің түйуін түйгенінше айтуға жарау. Тарихтың мақсаты бүтін адам баласының өмірі нендей табиғат заңымен өзгертетінін білу. Тарихшылар халық басынан кешкен түрлі уақиғалардың мағлұматын сынға тартқандай сынға салып, мінсіз етіп дұрыстап өткізеді. Адамның мінезі ойының түрінен, көңілінің күйінен, істеген ісінен білінеді. Ағашты кесетін балта, балтаның сабы ағаш. Жел кемесі болса да, от кемені іздеген. Атарбасы болса да, отарбаны іздеген. Енді көк кемесін іздеп жатыр. Осының бәрі де жақсыдан да жақсыны іздеу тараққи жолы. Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді. Достар, Ахмет Байтұрсынұлының осындай керемет нақыл сөздерін соңына дейін тыңдап, лайк басып, пікір қалдырып, әдеби арнаның дамуына үлес қосып жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Баршаңызға Алла разы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, келесі кездескенше амандықта болайық.